Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге осындай әдемі, дәмді болып шығатын, үгітіліп тұратын нағыз ұйғыр самсасымен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалады, тез дайын болады, ауызда еритін самса болып шығады. Ең алдымен ұнымызды осылай дайындап аламыз, міндетті түрде електен өткіземіз, үстінен мұздай сары майымызды саламыз да жақсылап осылай үгітіп аламыз қолдың көмегімен. Ұнмен екеуін араластырамыз мыжғылап. Осындай крошки болғанша ұнмен бірге біріктіреміз. Енді үстінен тұз қосамыз, қопсытқыш саламыз. Және де ортасын ашып, бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстінен айран, не болмаса қаймақ қосамыз. Енді жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Самсаның жазбаша рецептін видеоның астындағы описанияға жазып қалдыратын боламын. Қанша граммнан қаншадан қосу қажеттігін сол жерден қарап көре аласыздар. Осындай жұмсақ қамыр илеп қойдық, мінекей. Енді пакетке салып бір шетке қойып қоямыз. Дайын болғанша бір-екі қайтара илеп қойсаңыз, әдемі тегіс болып шығады қамыр. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына картоп, пияз қосамын мен. Картопты қосу міндетті емес. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай картоп қоссақ, бірақ дәмді болып шығады. Картопты алып, осылай ұсақтап, кубиктап турап аламыз. Пиязды алып, оны да майдалап ұсақтап тураймыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде видеоның астындағы подписация белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Өте керемет оңай рецептерді таба аласыз. Енді тартылған етімізді аламыз, оның үстіне туралған картоп пен пиязымызды саламыз. Татымына қарай тоз бұрыш қосамыз. Енді жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды аламыз. Кішкене ұн себеміз жабысқанмас үшін. Енді үлкенше етіп жайып аламыз қамырымызды. Бұқтаудың көмегімен осылай жайып аламыз. Жұқалап. Мінекей осындай көлемде жайдық, біздің қамырымыз дайын. Енді осыны аламыз да кесенің не болмаса бокалдың көмегімен осылай дөңгелек етіп кесіп шығатын боламыз. Барлығын кесіп алдық, қалған қамырларымыз алып, қайтадан домалақ етіп қамыр қыламыз да қайтадан жаямыз. Солай таусылғанша қайталаймыз. Енді қамырымызды аламыз, салмамызды көптеу етіп саламыз, сол кезде самсаларымыз өте дәмді болып шығады. Екіге бүктейміз, видеода көрсетілгендей шеттерін жақсылап қысыңыз, пісіп жатқан уақытта ашылып кетуі мүмкін. Осылай қысып алдық, енді видеода көрсетілгендей етіп косичка, яғни өріп шығамыз шетін. Солай жасап шығамыз, барлық самсаларымызды видеода көрсетілгендей етіп өріп шығамыз. Өте әдемі болып шығады. Мінекей самсамыз дайын. Бұл самсаны жайып, арасына май жағып керек емес. Бұл үгілмелі песочный самса, құрамына май қосылғандықтан май жағып қажет етпейді. Өзі өте дәмді, үгілмелі болып шығатын самса. Барлық самсаларымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп түйіп аламыз. Қалауыңыз бойынша басқаша етіп түйсеңіздер де болады. Бірақ ұйғыр самсасы дәл осылай жасалады. Достар, менің арнамнан көптеген тез дайын болатын, сәтті шығатын оригинал рецептерді таба аласыздар. Сондықтан да жіберіп алмас үшін міндетті түрде жасап алыңыз. Аптасына кем дегенде 3-4 рецептпен бөлісіп отырамын. Видео ұнап жатса, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп отыруды да ұмытпаңыздар. Пікір қалдырып, лайк басып кетіңіз.
мінекей формамыздың астын майлап, не болмаса пергамент қағаз төсеп самсаларымызды орналастырамыз бір-біріне жабыстырмай. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және де күнжіт себеміз әдемілігі үшін 180 градуста 20-25 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің дәмі тіл үйірерлік самсаларымыз дайын болды. Өте дәмді, ауызда ерейтін самса болып шықты. Бастысы оңай дайындалады, көп уақытты қажет етпейді. Міндетті түрде сіздер жасап көріп дәм татыңыз. Мінекей сіздерге ішін бөліп көрсетейін. Өте жұмсақ болып шығады видеода көрсетілгендей, және де іші толық піскен. Иісі керемет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.